Мен мынандай адамдарды түсінбеймін. Мынау Западқа, Америкаға қарсымын дейді біреулер, иә. Анау Ресей болмаса бізді басып алатын еді дейді, Қазақстанды. Америка дейді, басып алатын еді дейді. Сонда мен білмеймін, ондай қандай логикамен сондай сөйлеп жатқандарын білмеймін. Бірақ қашан қояды деп ойлаймын да осыны адамдар. Мынау Ресейге жалтақтауды, сосын солар құлдық санадан әлі шықпаған ба деп ойлаймын да. Кейбір кезде ойлаймын солай, шынымен де оларға құлдық сана ғана керек қой деймін да. Шалмайды да солардың ықпалына. Бізде Ресей болмаса бізді Америка басып алатын еді деген секілді. Америкаға біз не үшін керекпіз? Олар біздің экономикаңызды былай салыстырсаңыз бар ғой, Ресейдің экономикасы мынау, білесіз ба, мировой экономикада 2%. Олар мүлдем болмай кетсе де олар байқамай қалады. Соны білесіздер ме? Сол үшін айтайын дегенім, Американы жамандағанда, онда сіздер неге доллармен қолданасыздар? Доллармен қолданбаңыз, тұрақты деп ақшаларыңызды долларда сақтамаңыз. Сосын технологиялармен нетпеңіздер, қолданбаңыз, iPhone алмаңыздар. Не үшін десеңіз, Android пен Samsung-тарды алмаңыздар, өйткені олар американецтердің разработкасы бәрі. Сол үшін да мен білмеймін, сөйтіп айтып жатқан адамдарды не санатындарын қалай деген секілді. Егер солардың американецтер берген технологиясын, бүкіл дәрі-дәрмектерін беріп жатқан дәрі-дәрмектерін, солардың бәрін алып тастасақ бар ғой, иә? Көп нәрсені алып тастасақ, ағаштың арасына кетіп қаласың, бұтыңа жапырақ іліп. Шын айтайын, мынау Қытай дейсіздер, иә? Қытайдың өзіне технологияны кезін бәрін кім берген? Сол американецтер берген. Оқыңыздар, көріңіздер, сол кезде таң қаласыздар біраз нәрсеге.